Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін біз өзіміздің бала кезімізде көп көретін Черепашки ниндзя мультфильмінің кейіпкерлеріне обзор жасаймыз. Ал кеттік, дайын болсаңдар. Мультсериал 4 бауырлас мутант тасбақаның өмірін баяндайды. Олар жекпе-жек өнерін үйреніп, түрлі жаулармен шайқасып, өзіндік жолдарын табуға тырысады. Әр маусымда жаңа қауіп, жаңа шытырман оқиға болады. Ғылыми фантастика мен шығыс жекпе-жек өнері әдемі үйлескен. Негізгі Черепашки ниндзя мультфильмінің 4 басты рөлдері бар. Олардың бірінші бастапқы кейіпкері Леонардо, көшбасшы, жауапкершілігі мол, салмақты. Рафаэль, ол болса ашуланшақ, эмоцияға тез берілетін, бірақ жүрегі жұмсақ. Донателло, техникалық данышпан, түрлі құрылғы ойлап табады. Ал Микеланджело болса көңілді, әзіл қой, бауырларын жиі күлдіреді. Көпшілік көрермен бұл нұсқасын ерекше жақсы көреді. Себебі оқиға желісі күрделі, кейіпкерлердің ішкі жан дүниесі терең ашылған. Әр маусымда бірегей атмосфера мен оқиға дамуы бар. Қарапайым балаларға арналған мультфильмнен гөрі бұл серия жасөспірімдер мен ересектерге де қызықты болуы мүмкін. Балақай, айта қойшы, сен осы Черепашки ниндзя мультфильмін ұнатасың ба? Сен оны көресің бе? Ал егер көрмеген болсан, міндетті түрде YouTube каналынан тауып алып көруіне болады. Мен сіздерге жасайын деп жатқан обзор ойыншықтары осы Черепашки ниндзя кейіпкерлеріне арналған болып келеді. Ойыншықтардың бәрі сапалы түрде жасалған. Және де қазір мен сіздерге ең бірінші кейіпкеріміз Микеланджелоға обзор жасаймын. Ал сен болсан, баға беріп, лайк басып, подписка жасап, комментарий жазуды ұмытпа. Бірінші кейіпкеріміз тасбақа ниндзя Микеланджело. Төртеуінің ішіндегі ең көңілді, күлкі сүйгіш және ерке кейіпкер. Түсі қызғылт сары. Оның маскасының түсі қызғылт сары. Қаруы нунчаки, 2 шынжырмен жалғанған таяқшалар. Сүйікті асы пицца, әсіресе ірімшігі мол түрі. Тұлғасы көңілді, қалжыңбас, сәл жалқау, бірақ өте батыл және адал дос. Лақап аты Майки. Микеланджело топтағы көңіл көтеруші. Кез келген қиын сәтті әзілмен жеңілдетіп, достарын қолдап жүреді. Кейде тым бала мінезді көрінсе де, ол қиын сәтте өзін нағыз қаһарман ретінде көрсете біледі. Ол аты аңызға айналған қайта өрлеу дәуірінің суретшісі Микеланджело құрметіне аталған. Келесі обзорда бізде Леонардо, команда көшбасшысы. Түсі көк. Маскасының түсі көк. Қаруы қос катана, ұзын жапон қылыштары. Топтың лидері, ұстаз Сплинтердің сенімді шәкірті. Салмақты, жауапкершілігі мол, әділетті, кейде тым байсалды. Лео бұл тасбақа ниндзялардың жүрегі мен ақылы. Ол тактикалық тұрғыда ойлайды, миссияларды жоспарлайды және қиын сәтте бәрін біріктіретін тұлға. Ол әрқашан дұрыс шешім қабылдауға тырысады. Сондықтан кейде бауырларымен, әсіресе Рафаэльмен келіспей қалып жатады. Жауапкершілігі жоғары, жекпе-жекте өте шебер, Сплинтердің шәкірті ретінде тәртіпті ұстанады, қателік жіберсе өзін қатты кінәлайды. Ол аты әйгілі итальяндық өнертапқыш, суретші және ғалым Леонардо да Винчи құрметіне аталған. Екеуі де ақылды, тәртіпті және жанашыр тұлғалар. Черепашки ниндзя мультигінде айтатын танымал сөздерінің бірі ол: біз бұл істі дұрыс жасауымыз керек. Немесе бауырлар, бірігейік. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына ойыншықтар да әрбір ниндзя черепашкенің өзінің қаруы қолына берілген маскасының түсіне қарай. Келесі обзорда біз Донателло. Ол командадағы ең ақылды, техниканы жақсы меңгерген өнертапқыш. Ол түрлі құрылғылар жасап, қиын сәттерде командасын құтқарады. Сонымен қатар ол жауынгерлік өнерді де жақсы меңгерген. Ол ғылым мен технология арқылы әлемді құтқаруға сенеді. Мультфильмдер мен фильмдеріне тоқталатын болсақ, 2003 жылғы мультсериал көбіне байсалды, логикаға сүйенетін кейіпкер ретінде көрсетілген. 2012 жылғы Черепашки ниндзя болса заманауи әрі көңілді үлгіде бейнеленген. Сонымен қатар Черепашки ниндзя мультфильміне сәйкес 2014 жылы фильмі де шықты. Көрінісі шынайы, технологиялық жабдықтары көп. 2023 жылы болса мутагендік дүрбелең фильмі жаңа буынға арналған ерекше анимациямен жасалған. Ойыншықтар мен фигураларына айтып кететін болсақ, Донателлоның түрлі ойыншықтары бар. Ол интерактивті ойыншықтар, жауынгерлік фигуралар, эволюциялық сериясы. Қазіргі обзорда мен сіздерге жауынгерлік фигураларды көрсетіп жатырмын. Донателло тек күш емес, ақыл мен ғылым арқылы күресетін кейіпкер. Ол техниканы жақсы меңгергені арқылы ерекшеленеді. Әрбір топтық миссияда үлкен рөл атқарады. Балақай, саған менің обзорым ұнап жатыр ма? Ұнап жатса, подписка жасап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. Ал мен әрі қарай жалғастырайын.
Келесі кейіпкеріміз ол Рафаэль, мутант тасбақалар арасындағы ең ашулысы, ең тік мінездісі. Қызыл маска, қос сай қаруы және үнемі кішкене болып тұрған түрі бар. Топтың жүрегімен емес, жұдырығымен сөйлейтін мүшесі. Мінезін айтатын болсақ, ашушан, бірақ шын жүректен. Әділеттілікті жақсы көреді. Көбіне Леонардомен қақтығысады, екеу лидер болғысы келеді, бірақ қиын сәтте әрқашан бауырларын қорғайды. Сіздер білесіздер ма, Рафаэль өте мықты жігіт. Не себепті екенін айтайын ба? Сайман ұрысу кез келген нинзя жасай алмайтын өнер. Ол өз саймандарымен күшті қолданады. Сөздері қысқа, бірақ салмақты. Қай кезде де алдыңғы шепте. Ол нағыз жабайы жауынгер. Бірақ оның да кемшіліктері бар. Балақай, ал сен бойында қандай да болсын кемшілік бар ма? Комментарийға жазып кет. Әйелдің кемшілігі болса, ашуы кейде артық кетіп қалады. Кейде эмоцияға еріп, жоспарды бұзып жібереді. Бірақ бұның бәрі оның ішкі жан күйзелісі мен бауырларына деген шексіз махаббатын көрсетеді. Рафаэль тасбақалар ішіндегі bad boy. Ол жүрекпен емес, жұдырықпен сөйлейтін батыр. Егер сен де сәл дөрекі, бірақ шыншыл және батыр болсан, Рафаэль сенің ішкі қаһарманың болуы мүмкін. Черепашки ниндзя мультсериалының мақсаты жастарды, әсіресе балаларды достықтың, адалдықтың, батылдықтың және әділеттіліктің маңыздылығын түсіндіру. Сонымен қатар бұл мультсериал бойында күрес және өзара түсіністікке үйрететін элементтерді көрсетеді. Черепашкалар өздерінің әртүрлі мінездері мен дағдылары арқылы бір-біріне қолдау көрсету арқылы қиындықтарды жеңуге тырысады. Бұл мультсериал балаларға жағымды және үлгі болатын құндылықтарды дәріптейді. Балақай, саған менің обзорым ұнады ма? Ұнап жатса, комментарий жазып, лайк басып, подписка жаса.